Бүгін көп таңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. Қазақстанда күз мезгілі дейді. Екінші А есебінде есепке сызбасып, есептің шешуін өрнек түрінде жаз. Арман 15.450 метр қашықтықта орналасқан көрші ауылға бару үшін жолға шықты. Ол 3050 метр жолды атпен және 10.500 метр жолды велосипедпен жүріп өтті. Қалған жолды жаяу жүрді. Арман қанша метр жолды жаяу жүрді? Жауапты километр және метрмен өрнекте дейді. Жалпы жол бізде жаңағы 15.450 метрлік жерді есептейтін боламыз. Яғни бізде барлық жолым 15.450 метрді біздегі мына жердегі жүріп өткен жаңадай жол. Бірінші атпен жүріп өтті ғой. 3050 метрді және велосипедпен жүріп өткен жері 10.500 метр. Жолды азайтып тастаймын. Азайтамыз. Яғни, мұнда баған түрінде азайтайын. 15.450-ді азайтамын 3050-ге. 0-ден 0-ді азайтам. 0-ден 0, 0, 5-ден 5, 0, 4-ден 0-ді азайтсам 4, 5-ден 3-ді азайтсам 2, және 1-дің өседі. Сол 12.400-ден 10.500-ді тағы азайту керек. 0, 0, 4-ден 5 азайтылмайды, бір қарыз берем. 14-ден 5 азайтсақ 9 болады. 2-ден бір қарыз беріп жүріп, мұнда 1 болады. 1-ден 1-дің 0. Яғни 0 жазбай қойсаң болады. Сонда қалғаны 1900 метр қалды. Яғни 1900 метр дегенім бізде айтып тұр, жауапты километр және метрмен өрнекті деген. Ол дегенің 1 километр. Или біз 1 километр 900 метр деп жазсақ болады. Бірінші күні 320.500 килограмм. Екінші күні 460.150 килограмм. Ал қалғаны үшінші күні әкелінді. Қалғаны бізде белгісіз болып тұр. Үшінші күні неше килограмм сәбіз әкелінді? Жауапты тонна және килограмм арқылы өрнекте. Яғни барлығы, бізде барлығы деген бар, я? Барлығы 900.000 килограмм сәбіз бар. Ал енді осыны өрнектейміз. Яғни біз сол шешуі сол 900 килограммнан 320.500-ді азайтамыз және одан азайтамыз 460.150 килограммды азайтуымыз керек. Енді астына баған түрінде шығарайын. 900 килограмм азайту 320.500-ді. 0-ден 0 азайту 0, 0, мынада 0-ден 5 азайтылмайды, бір қарыз берем. 10-нан 5 азайтам 5. Мына жерде бір қарыз беріп жүрдік 9. 9-дан 0-ді азайтсам 9. 0-ден тағы бір қарыз бердік, бұл жерде 9. 9-дан 2 азайтсам 7. 9-дан бір қарыз берілгенде 8 қалды. 8-ден 3 азайтқанда бізде 5 қалды. 579.500 деген сан шықты. Сол 579.500-ден 460.150 деген санды азайтам. 0-ден 0-ді азайтсам 0. 0-ден 5 азайтмайды, бір қарыз беремін. 10-нан 5 азайтсам 5. 5-тен бір қарыз кеткен 4 қалады. 4-тен 1-ді азайтсам 3. 9-дан 0-ді азайтсам 9. 7-ден 6-ны азайтсам 1. 5-тен 4-ді азайтсам 1. 119.350 килограмм. Яғни мұна жерде семайт менде 4. 119.350 килограмм. Яғни 119.350 килограммды бізде айтқан тонна және килограмммен өрнекті деген. Яғни 119 тонна 350 килограмм. Енді бізге кері есеп. Кері есеп құрастыру үшін бұлай жазсақ болады. Бірінші күні дейік. Бірінші күні
120.500 килограмм. Одан кейін екінші күні 460.150 килограмм сәбіз алып келді. Одан кейін үшінші күні 119.350 килограмм сәбіз алып келді дейік. Және барлығы неше тонна килограмм. Яғни барлығы неше деп қойсақ болады. Барлығы X табу керекпін. Яғни барлығы X табу үшін осы санның бәрін қосуым керек емес пе мен? Бұл жерде симайтын болған мен баған түрінде 320.500-ді 460.150-ге қосып жіберем. 0, 5, 6, 0, 8, 7. 780.650-ді 119.350-ге тағы қосам. Яғни 10, 5-ке 5 10 бір ойда, 6-ға 3 9 10 бір ойда, 0-ге 9 ойдағы мен 10 бір ойда, 8-ге 1-ді қоссам 9 ойдағы мен 10 бір ойда, 7-ге 1-ді қоссам 8 ойдағы мен 9. Сонда бұл жерде бізде 900 килограмм. Сол 9, яғни 900 тонна деп кері есеп құрастырсақ болады. Бесінші есеп. Сандармен ойын ойна, өрнектер дәптерге баған түрінде жаз және есепте. Яғни 2, 5, 7, 4, 1 цифрларын ең үлкен және ең кіші 5 таңбалы сандарды жаз дейді. 2, 5, 7, 4, 1. Яғни ең үлкен сан жазам. Ең үлкен сан бізде 7-ден басталады. 5, 7, 5, 4, 2, 1. Ең кіші сан керісінше 1, 2, 4, 5, 7. Яғни ең үлкен сан 75.421 болса, ең кіші сан 12.457 деген сан. Енді айырманың цифрларын, олардың айырмасын тап, айырманың цифрларын ең кіші және ең үлкен сандар құрастыр, тағы да айырмасын тап, амалдар тізбегін осылай 3 рет қайтала дейді. Яғни бірінші деп қояйын мен 75.421-ді азайтамын 12.457-ге. Бірден 7 азайтылмайды, бір қарыз берем. 11-ден 7-ні азайтсақ бізде 4 болады. Бір қарыз кетті, жер бір қалды. Орнына 4-тен бір қарыз берем. 11-ден 5-ті азайтсақ 6 болады. 4-тен бір қарыз кетті, 3 болады. 5-тен бір қарыз аламыз, 13-тен 4-ті азайтсам 9 болады. 5-тен бір қарыз кетті, жер 4 болады. 4-тен 2-ні азайтсам 2 болады. 7-тен 1-ді азайтсақ 6 болады. Яғни 62.964 деген сан болады. Яғни осы сандардан ең үлкен сан құрастырайын. 9, 6, 4, 2 және ең кіші 2, 4, 6, 6, 9 деген сан. Енді осы екеуін азайтам. 9, 6, 6, 4, 2-ден азайтам 24.669-ды. 2-ден 9 азайтылмаған кен бір қарыз берем. 12-ден 9 азайтсақ бізде 3 болады. 4-тен бір қарыз кет 3 қалады. 6-тан бір қарыз берсем 13-тен 6-ны азайтсақ бізде 7 болады. 6-тан бір қарыз кеткен 5 қалады. 5-тен бір қарыз алам, то есть 6-тан бір қарыз алам, 15-тен 6-ны азайтсақ 9 болады. 6-тан бір қарыз кеткен 5 қалады. 9-дан бір қарыз берем, 15-тен 6-та бір қарыз берген 5 қалады. 5-тен 4 азайта алам, 1 болады. 9-дан 2-ні азайтсақ 7 қалады. Сонда 71.973 деген сан қалады. Енді осы жерден 3-ші дейін тағы да мен сандарды жазайын. Өз суретімен 9-дан басталады. 9, 7, 7,
3, 1 және кішісі 1, 3, 7, 7, 9 деп екеуін тағы баған түрінде азайтам. 13.779. Яғни 1-ден 9 азаймаған кейін 1 қарыз берем. 11-ден 9 азайтсақ бізде 2 болады. 3-тен 1 қарыз кетті, 2, 7-тен 1 қарыз берем. 12-ден 7-ні азайтсақ 5 болады. 6-тан 1 қарыз кетті, 7-тен 1 қарыз кеткенде 6 қалады. 6-тан 7 азаймаған кейін 7-тен 1 қарыз берем. Яғни 16-дан 7-ні азайтсақ 9 болады. 7-тен 1 қарыз кетті, 6 қалады. 6-тан 3-ті азайтсақ 3 қалады. 9-дан 1, 8, сонда 83.952 деген сан қалады. Осылай тағы керек болса сандар құрастырып жаза беруге болады. Сандар жазы. Мыңдар класының 45 мың бірлігі және 25 мың бірлік дейді. Яғни шешуі ол дегеніміз асы 45.125 деген сан. Әсінде миллиондар класының 137 бірлігі және мыңдар класының 200 бірлігі деген ол 137 миллиондар 200 бірлігі деген 200 мың. Яғни 137 миллион 200 деген сан. Бысы мыңдар класының 20 бірлігі және 350 бірлік дейді. Яғни 20.350 деген. Бір ауылдан 18 жасқа дейінгі тұрғындардың саны 900 адам, ал екінші ауылда 18 жасқа дейінгі тұрғындардың осы мөлшерден 3-тен 1 бөлігін құрайды. Екі ауылда 18 жасқа толмаған қанша адам тұрады дейді. Соны табамыз. Яғни бір ауылда бірінші ауыл 18 жасқа толғандар 900 адам болса, екінші ауылда соның 3-тен 1 бөлігін құрайды дейді. Яғни 900-ді бөлемін 3-ке, демек 300. Бірінші ауыл мен екінші ауылды қосамын. Яғни адам науда. 900-ге қосам 300-ді 1200 адамды құрайды екен. Жолаушының 980 теңгесі болды. Ол 4200 теңгеге пойызға және 500 теңге автобусқа билет сатып алды. Жолаушының қанша теңгесі қалды? Жалпы жолаушының 9800 теңгесі, оның 4200 теңгесін пойызға, ал 500 теңгесін автобусқа билет алды да, өзінде неше билет қалды? Баған түрінде шығарайық. 9800-ден 4200-ді баған түрінде шығарайық. 0-ден 0-ден 0, 0-ден 0, 8-ден 2-ні азайтсақ 6, 9-дан 4 азайтсақ 5. 5600-ді 500-ден азайтамын. 0, 0, 6-дан 5-ті азайтсам 1, 5 болады. 5100 теңгесі қалды. Келесі бысы. Жолаушының 9800 теңгесі болды. Ол 4200 теңгеге Алматыға дейін және дәл сонша бағаға кері қайтатын билет сатып алды. Оның қанша теңгесі қалды? Яғни оның 9800 теңгесі бар еді. 4200-ге Алматыға билет алды және кері қарай тағы 4200. Немесе дәл осыны 9800 азайту 4200 көбейту 2 деп жазсақ та болады. Яғни бірінші көбейту орындалатын білеміз. Баған түрінде көбейтемін. 2-ке 0-ді көбейтсең 0, 2-ке 0-ді көбейтсең 0, 2-ке 2-ні 4, 2-ке 4-ді көбейтсең 8. Енді сол 9800-ден 8400-ді азайтып тастаймын. 0, 0, 8-ден 4, 4, 9-дан 8, 1. 1400 теңгесі қалды. 1000 азайту x 214-ді 2-ке көбейтсек 428 қалады. Енді x тең 70 мыңнан азайтамын 428-ді. X тең, яғни 70 мыңнан 428-ді азайтамын. Баған түрде бір қарыз берем. 10-нан 8-ді азайтсам 2 қалады.
9 қалады. Мына жерде 9-дан 2-ні азайтсақ 7 қалады. Мына жерде 9, 9-дан 4 азайтсақ 5 қалады. Мұнда бір қарыз кетті. Бір қарыз алсаң 10 9 қалады мына жерде. Және 7-ден бір қарыз кетті 6. 69.572 деген сан шығады. X тең 21.100 азайту 10.900. X тең мына 21.100-ді азайтамын 10.900-ға. 0-ден 9 азайтманға бір қарыз берем. 10-нан 9 азайтсаң 1 болады бізде. Бір қарыз кетті 9 болады. 9-дан 0 азайтсаң 9. 1-ден 0 неға кеткен екен? 0-ден 0, 1, 0, 1 болады. Сонда 11.091 деген сан шығады. Зейіндерің ашылсын. Айман себетке де қорапқа да, ал балауса қорапқа термеген белгілі. То есть балауса қорапқа терген жоқ дейді. Айман себетке де қорапқа да терген жоқ. Демек Айман бізде шелекке терді. Сонда қараймыз. Толқын мына екеуіне де термесе, демек ол қорапқа тереді. Енді бізде бәрі бір-біреудің терген екен, міндетті түрде балаусамыз біздің себетке терген белгілі болып тұр, ал мына екеуіне термеген. Сонда осылай іздеп тауып алсақ болады екен. Сонда балауса себетке терген, Айман шелекке терген, Толқын қорапқа терген. Жақсы.